Салем қыздар, сіздермен Айгерім Кекс. Бүгін сіздермен көрген чупа-чупс дайындаймыз, яғни крылышкеден дайындайтын боламыз. Бізге осындай тауықтың қанаттары қажет болады. Біздің қанаттарымыз мұздан ерітілген болу керек. Міндетті түрде мұз болса, біздің чупа-чупстарымыз дұрыс шықпайды. Полностью мұздан ерітілген болу керек. Осылай екіге бөлеміз, тырнақтарын алып тастаймыз. Бізге тырнақтар қажет емес. Және де тура видеодағыдай қарап жасаңыздар, мына етті бөлік жағы бар ғой, сан жағы. Сол жағын осылай сүйегінен ажыратамыз, үстіңгі бөлігін астына қарай еттерді түсіретін боламыз, өйткені біз чупа-чупс дайындап жатырмыз. Сол себепті барлығын осылай істеп шығатын боламыз. Міне енді маринадтаймыз, және де қызыл перец, грильге арналған приправа және де паприка қостым, тұз қостым, барлығын араластырып, бетін жауып холодильникке 1 сағаттай қойып қоямыз. Біздің мариновкамыз өзіне сіңу керек. Бізде уақыт болды, фольга төсеп, астына осылай бірінші духовкаға пісіріп алатын боламыз. Сосын барып біз оны майға қоратын боламыз. Духовкаде 20-30 минуттай 180 градуста пісіреміз. Енді әркімнің пеші әрқалай болғандықтан сол себепті қарап отырыңыздар. Кейбір пештерде 180 градус ол өте қатты қызып кететін пеш екен. Сол себепті әркім өзінің тілін білу керек печкасының. Негізі тауықтың еттері тез піседі, сол себепті қарап тұрып пісірсеңіздер болады. Міне біздің қанаттарымыз осылай пісетін болады. Міндетті түрде түргетіп қойыңыздар, қалай қойсаңыздар солай піседі. Бізде бұл жерде корейский сухарик және 10 жұмыртқа қажет болады, 2 жұмыртқа. Корейский сухарикті кез келген үлкен супермаркеттерден табыласыздар, әсіресе оптовик базарлардан осындай салаттарға арналған заттардан табылатын боласыздар. Бірінші жұмыртқаға аунатып, сосын ұнға аунатып, сосын тағы да жұмыртқаға аунатып, сосын барып біз корейский сухарикке аунататын боламыз. Тағы да көлемді болсын десеңіз, осын тағы да бір қайталайсыздар. Яғни корейский сухарикке батырып болған соң, тағы да жұмыртқаға батырып алып, сосын барып тағы да корейский сухарикке батырасыздар. Орташа отта қуырамыз, өйткені тез оттан біздің чупа-чупстарымыз күйіп кетеді. Енді осындай сүйек бөлігіне фольга орап шығатын боламыз. Әдемі қылып. Дәмі де өте керемет болады, столды да өте керемет ашатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім.